Әдемі қартайыпсың, Әмина. Уақыт шіркін дегеніне бағындырады ғой. Сен де кезінде қол жетпейтін көрікті жігіттердің бір едің. Енді міне қара шаштарың аппақ қудай болып, кәдімгі шал болыпсың. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Ұлым үлкен кәсіпкер, бизнесмен. Тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Осы қаладағы бір банкты басқарады-ау деймін. Солайды. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйді шаруамен айналысам. Міне, мұнай ғой дейім. Осы жерден тоқтатсаң болады. Балам, тоқтатып жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы үй. Қойға кешікпегендерші, Құдай үшін. Сендердің әдеттерің бар ғой. Кешігесіздер жүресіздер. Мама, жақсы, кейін қабылдасамыз. Қалайсыз? Жандос, Әйгерім, әжелерің келді. Қалайсыз аға? Ой, черно-белый. Сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы аға, 90-лықтан барлық сабаққа біз Ай, жарайсың. Телефон соқпадыңыз өзі күтіп алар. Балама өзіңнің шаруаң басыңнан асады. Жұмысыңа бөгет болмайын дегенім ғой. Кеттік жүріңдер. Қанеже. Не қыласыңдар, жүгір. Айналайын, балапандарым менің айналайын. Келе қойыңдар. Ой, жаным-ау, жақсы айналайын. Олжас, қалайсың? Құлыным-ау. Қалай, жақсы еттіңіздер ма? Шаршамайын. Сендерге ауылдан Әне, көрдің ба? Әжең келмейді деп. Жарайды. Маманың заттарын ал. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? Құрт. Қане? Жеме, тиме. Қолдан жасалған құрт. Таза емес, микроб жұғады. Барыңдар анда. Ауыл еле аман ба? Иә. Бәрі аман, айналайын, бәрі аман. Сол, тойға дайындалып жатырмыз. Жақсы, жаным. Жаным, мама. Айналай. Демал беріңіз. Қазір келіңізден хабар алып келейін. Жарайды, бара ғой. Шай құш. Осы апамдай 70-ке келгенде шелпілдеп не бар екен, а? Келе жатқан қонақтар интеллигентный адамдар. Олармен әңгімесі де жараспайды. Қартайған шағында үйде отырса болмай ма? Жастармен жағаласпай. Сен сонымен не айтқың кеп тұр? Осы сен менің анам берсе болды, кірпіде жиырыла қалатын не? Сенің анан келгенде ұшақ жайға салып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқылаймыз да жүреміз ғой? Жоға, о не дегенің? Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Оның үстіне үйге қарайтын ешкім жоқ. Менікі жай енді кешке фуршетный стол болады. Ну все бит, ауылдың адамы. Енді бірдеңелерді бүлдіріп жүреме деген ғой, Жан. Жайды оғар енді. Отырып көреміз.
Алыңыз. Балам, мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Әйтпесе, қартайған адамға тойдың керегі не? Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстіне кешкі тойда. Абыр-сабыр болып жатыр. Кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Қазір бар ғой. Қызық сериалдар болып жатыр. Я. Жарайды онда. Мазаңыз болмаса, үйде дем ала беріңіз. Жандоспен әйгерім қасыңызда болсын. Жоқ, болмайды. Олардың саған дайындаған сюрприз бар. Стишоктарын айтады. Әкесіне дайындаған стишоктары болса бара берсін. Стишок деңізші. Біз немереміз екеуміз осында үйде бола береміз. Жеңдер алыңдар. Алып жеңдер. Әбеке. Ассалаумағалейкум. Қане? Қалайсың? Рахмет. Қош келдіңіз. Құттықтаймыз. Қане? Дәулетіңді? Рахмет. Жоғарлатыңыз, төрлетіңіз. Мама келді? Мама! Әдем болып Жандарым-ау, Керемет. Қош келдіңіз, мама. Рахмет. Қалайсыңдар? Туған күнің құтты болсын, жаным. Рахмет, мама. Апа, Қалайсың? Ой, жандарым, менің балапандарым. Қане, келе ғой, жарығым. Талғаттың анасы ғой. Қонақтардың арасына барайық. Жүре ғой, жарығым. Тәке, сіздің анаңыз ба? Иә, анамыз ба? Өте жас көрінеді екен. Анасы әйелінен алмайды екен. Қане, жандарым, жүре қойыңдар. Қонақтардың мазасын алмайық. Жүре ғой, балапандарым аусыл. Отыр. Әше, олар біз неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Киіміміз де жап-жаңа. Тойға барсақ қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналай. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы әйел аласың. Сонда аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Керемет. Айтпақшы. Не қазір? Талғат, бастығың келді. Қане? Ұста мұнан. Жігіттер, шеф. Келе жатқан кім? Жүріңіз, мен Талғаттың бастығы ғой. Мына кісі ме? Саламатсыз баға. Саламатсыз ба? Сәлематсыздар. Біздің анамыз, танысып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Сәлематсыз. Әмина көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Сіз біздің мамамызбен танысып едіңіз? Әмина ғана емес. Талғаттың марқұм әкесі әбекеңді де жақсы танимын. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барам деп
көйлек сатып алғаны қайда? Маған осы тойда кездесеміз деген. Оның өздігінен келмей қалуы мүмкін емес. Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің білесің бе? Сен оқытам деп күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің етенін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді, жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаутыңдамасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Сен осының бәрін біле тұра, оны үйге тастап кетесің. Балаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінеки, мынау сенің той анаң. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма. Талғат, қонақтар күтіп қалды ғой, жүрсеңші. Жүр дейменен. Талғат, қайда барасың? Қайтсаңшы, Талғат! Уй! Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақытың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин.